Көп ата-ана мен оқушыны мазалайтын сұрақ бар. Ол емтиханда қандай тапсырмалар келеді? Балам дайын ба? Тапсырмалар қиын ба, әлде қол жетімді ме? Себебі НИШ, БИЛ және РФМЖ бұл жай ғана мектеп емес, бұл үлкен мүмкіндік, үлкен жауапкершілік. Сондықтан бүгінгі видеода мен сіздерге осы мектептердің емтихандарында жиі кездесетін тапсырмалар түрін, олардың логикасын, балалардың жиі қателесетін тұстарын және қалай дұрыс ойлау керек екенін қарапайым тілмен түсіндіріп беремін. Егер осы видеодағы нәрселерді түсінсеңіз, емтихан кезінде баланың көзі қорықпайды, себебі ол не күтіп тұрғанын алдын ала біледі. Дайын болсақ, ендеше кеттік. Ең алдымен мына нәрсені түсініп алайық. НИШ, БИЛ және РФМШ емтихандары бұл баланың жаттағанын емес, ойлау қабілетін тексереді. Яғни бұл емтихан формуланы жаттаған баланы емес, жағдайды талдап, дұрыс шешім табылатын баланы анықтайды. Сондықтан тапсырмалар көбіне мына бағыттарда болады. Бұлар бізде логикалық есептер, салыстыру және талдау, заңдылықты табу, мәтінді түсіну және соңғысы сандық ойлау. Яғни бұл мектептегі мықты жаттадың ба деп сұрайтын емтихан емес, бұл сен қалай ойлайсың деп сұрайтын емтихан. Енді ең бірінші айтып кеттік, логикалық тізбек және заңдылық. Яғни ең кең тараған тапсырмалардың бірі осы заңдылықты табу. Мысалы келтірейік, мұнда көріп тұрғандарыңыздай 3, 6, 12, 24. Бізге 5-ші санын табу қажет. Енді көп балалар бірден соңғы санын табуға тырысады, бірақ бұл жерде ең маңыздысы сандардың арасындағы байланыстарды көру, яғни заңдылықты көру. Біз бұл жерден көріп тұрғанымыздай, мінекей бірінші 3 тұр, ол 6 болды, яғни бұл еселенді, 2-ке көбейтілді. Ал 6 12 болды, бұл да еселенді. Үшіншісі 12, бұл 24 болып еселенді. Демек 5-ші сан бізде 24-ті 2-ке көбейтеміз, яғни жауабы 48 болады. Бірақ енді қиын жерлерде болады, кей есептерде заңдылық қарапайым болмайды. Мысал ретінде 2, 5, 11, 23 деп берілетін болса, 5-ші санды тап дейді. Енді бұл жерден бірден түсіну қиын, бірақ енді аздап ойланатын болсақ, 2 қосылған 3 бұл 5 болады, 5 қосылған 6 11 болады, 11 қосылған 12 23 болады. Яғни көріп тұрғанымыздай, әр келесі қосудың көлемі 2 есе артады. Мынандай қорытынды шығуға болады, баланың басты дағдысы бұл заңдылықты көру. Бұл келесі бізде ең көп келетін формат, яғни логикалық салыстыру. Мысал ретінде бір тапсырманы қарайық. Айдос Ержаннан үлкен, ал Ержан Мараттан үлкен емес. Ең үлкені кім деген сұрақ келеді. Бұл жерде көп балалар шатасып кетуі мүмкін, себебі олар ақпаратты жүйелемейді. Ең дұрыс тәсіл сөйлемдерді ретке келтіру. Яғни Айдос үлкен Ержаннан деп қоямыз, одан кейін Марат үлкен Ержаннан дейміз. Енді бұл жерде бізде Айдос пен Мараттың арасында қатынас берілмеген, екеуінің қайсысы үлкен екенін анықтай алмаймыз. Яғни ең үлкен кім екені нақты айтылмаған, мұнда дұрыс жауабы анықтау мүмкін емес деп келеді. Және бұл тек математика емес, логикалық ойлау, талдау және салыстыру. Келесі бізде мәтінді түсіну, яғни оқу сауаттылығы. Бұл біздегі ең маңызды үшінші бөлігіміз, мәтінді түсіну. Бала тек сөздерді оқып шығу емес, мағынасын, логикалық байланысын, негізгі ойды түсіну керек. Көп балалардың қатесі мәтінді оқып шығып, сұраққа басқа тұрғыдан жауап беруі. Бұл тапсырмалар баланың назарын, логикасын, ой қорытындысын тексереді. Енді балалардың ең көп жіберетін қателерін қарап көрейік. Ең алдымен ең жиі кездесетін қателіктер, бұлар шартты толық оқымай жауап береді, асығып, өйткені бізде уақытта тығыз болады. Екінші асығу дедік, одан кейін бірінші ойға келген жауапты таңдау, қалғандарын оқымай. Одан кейін уақытты дұрыс бөлмеу, келесі тапсырманың құрылымын талдамай шығару. Дұрыс тәсіл алдымен түсіну, одан кейін барып қана
шешу қажет. Неге талдау өте маңызды? Себебі бұл емтихандарда бірдей есептер ешқашан қайталанбайды. Бірақ логикасы әрқашан қайталанады. Бұл математиканың заңдылығы. Яғни бала дайын формуланы емес, ойлау моделін меңгеруі қажет. Енді қорытындылай келе, НИШ, БИЛ және РФМШ емтихандарына дайындық дегеніміз тек қана тест жаттау емес, бұл баланың ойлау қабілетін дамыту. Егер балаңызды нақты қай жерде қиналатынын, логикасы мен оқу сауаттылығының деңгейін білгіңіз келсе, бізде тегін диагностика өтсеңіз болады. Сол жерде толық талдау жасап, қандай бағытта жұмыс істеу керектігін түсіндіріп береміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.